Қайырлы күн баршаңызға. Бұл видеода сіздерге осындай жасықты тігу жолын көрсететін боламын. Достар, бізде осы беткі артқы матамыз артқы см болу керек. Бойды өлшеп жатырмын. Алдыңғы см есептегенде алдыңғы матамыз, беткі матамыз 80 см. Ал қайыратын жеріміз 30 см болуы керек. Өлшеп алған артқы бойымызды осылай инемен қадап шығамыз. 70 см осы бой. Және қайыратын бойымыз 30 см болуы керек. Общий алдыңғы матамызды есептегенде 80 см болуы керек. Осыны ескере кетіңіздер. 70 см-мізді қадап шықтым. Енді мына жерден 30 см қылып аламыз. Бұл бізде жасықтың ішкі беті. Енді осыдан общий қосындымызды есептейміз. 80 см болуы керек. 80 см болды общий ұзындығымыз. Енді осы шетінен бәрін қайырып, инемен қадап шығатын боламыз. Енді осы жерін тіккен жерімізді оң қаратамыз. Бұрыштарын жақсылап шығарамыз.
Кітап жыртпа Ахмат. Енді біз осы алдыңғы жағынан жастығымыздың 50-де 70 шығаратын боламыз. Ұзындығы 50, ені 50, ұзындығы 70 болу керек. Осы каждый жағынан 5 сантиметрден рамка тігіп шығатын боламыз. 4 жағынан төртбұрышталып. Жағын шығарып отырып, 5 сантиметрмен өлшеп отырып, тігіп отырамыз. Өлшеп отырып. Белге басыңыздар да болады. Ақ мата болсын, белгімен айтамын. Мына жақтан шығарып отырасыздар. Арасын 5 сантиметр қылып тігіп шықтым. Және осындай наволочка дайын болады. Осыны өтектеп дайындап қойсам болады. Тезем шықты. Арты мынандай болып шықты. Арты міне осындай болып шығады. Әдемі. Видео ұнаса